2019 жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Рахим Ахметқанатұлы. Менің бүгінгі деректі фильмім мектебіміздің ұлы тұлғасы, робототехника және технология саласының шебері Атаназаров Марат Әбубәкірұлы туралы болмақ. Жақсы ұстаз мектептің жүрегі демекші. Марат Атаназаровтың ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктері өте көп. Мектепте де, қоғамда да өз орнын таба білген. Жанұясында атақты әке, адал және сыйлы жар. Ұстаз ұлы есім деген атқа сай. Көптеген шәкірттерінің жүрегінен орын таба білген, шәкірттерін көкке жетелеген. Сыйлы ұстаз бола білген ағайымыздың жетістіктеріне тоқталатын болсақ, тек қана қалалық емес, облыстық және республикалық, халықаралық деңгейлерде жарыстары төбе көрсетті. Ұстаздан шәкірт озар демекші, шәкірттерінің де жетістіктері аз емес. Мысалы, мектебіміздің оқушы шаңғытпай жасалының елімізге пайдасын тигізер жобасы бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын елімізде болған дертке байланысты халыққа пайдасын тигізу мақсатында антивирус атты өзінің аппаратын ұсынып, көпшілікті таң қалдырды. Осы жоба арқылы жасалған Маңғыстау жастары атты ұйымға мүше болды. Және бұл жоба қарапайым халыққа көгілдір экраннан көрсетілді. Күн сәулесі өмірге қандай жарық берсе, ұстаз есімі де шәкірттеріне күндей жарық береді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші тағы да бір талантты шәкірттерінің бірі Рахим Ахметқанатұлы. Роболанд жобасының облыстық кезеңінен топ жарып, жүлделі орынға ие болып, республикалық кезеңге жолдама алды. Ұстаз беделін қоғам алдында көтеру үшін елбасының тікелей өз жарлығымен еліміздегі ең жоғарғы марапат елбасы медалін жеңіп алды. Ұстаз білім беру сапасын арттыру саясатын тікелей жүзеге асырушы екенін дәлелдейтін Маңғыстау облысы Ақтау қаласының әкімінің марапатына ие болды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, ғалым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеуріне темір балқытқан жұмысшы, бәрі ұстаздан тәлім алған. Сондықтан ұлттағы ұстазды бүкіл адамзат баласы құрметтеуге міндетті деп есептеймін.